Есімім Нәзен, Қызылорда қаласының қызымын, Ақтөбе қаласында тұрамын қазіргі таңда. Аллаға шүкір, мен өзімнің негізгі мамандығым медицина, бірақ осы сетевой компанияларда жұмыс жасағаныма 15-16 жыл болды. Енді 15-16 жылдың ішінде сетевойларды да жаман деп айта алмаймын. Өйткені мен сеттің арқасында өте көп нәрсені үйрендім. Халықпен жұмыс жасауды үйрендім, адамдармен сөйлесуді үйрендім. Тіл байлығымыз көбейді деген сияқты да. Енді өзімізде де бар, бірақ сонда да сетевой өте көп тәрбие берді десем болады. Соның ішінде бірінші рет шетелді қаншама 17 мемлекетті мен сетевойдың арқасында көргенмін. Жалғыз өзім емес, бүкіл отбасыммен көргенмін да. Одан бөлек Аллаға шүкір, сеттің арқасында автокөліктер алдық, квартира алдық да. Соның барлығы осы сетевойдың арқасы болған. Бірақ бір зат всегда бізді қинайды да. Енді лидерлердің барлығы түсінеді деп ойлаймын. Әсіресе сетевойда жүрген кісілер, бізде пассивный доход жоқ. Барлықтарыңыз білетін болсаңыздар, біз хоть 100 миллион адам жазайық, хоть 1040 адам жазайық, бізде ешқашан пассивный доход болмайды. Неге? Өйткені сетевой компанияда біз товарооборотқа емес, біз ол жақта PV, CV, балға байланысты ақша табамыз да. Ол біріншіден. Екіншіден, ол жақта біз деген бинар дейді ғой, жаңағы, иә, теңістіктен. Яғни екі аяқ теңізсе ғана береді, теңіспесе тағы еш нәрсе бермейді. Одан бөлек личникке привязка бар. Сіздің шақырған адамдарыңыз, сіздің астыңызға түскен адамдар егер өспесе, сіздің де ешқандай статусыңыз өспейді. Сол сияқты сетевойда көбінесе неге байланысты, осы PV-ға байланысты болғасын, біз оказывается көп ақшамызды өте аз күйде алады екенбіз. Оның барлығын енді айтады ғой, жүре келе біле бересің деп. Аллаға шүкір, жүре осыны мен түсіндім. Содан кейін ойладым, енді сетевойдың қандай пассивный доходы бар сетевой бар екен деп іздей бастадым. Бірақ өкінішке орай, жалғыз Қазақстан емес, СНГ мемлекеті бойынша бірде-бір сетевой компания жоқ. Бірде-бір даже таба алмайсыздар, сіздерге айтайын, пассивный доход төлейтін. Яғни оның барлық бүкіл компанияның маркетингін тыңдаймын, бүкіл компанияның ақпаратын тыңдаймын, лишь бы соның ішінен пассив деген сөз шықса екен деп. Бірақ көп адамдар бізде пассив деп айтады, бірақ оконцовкаға келгенде жаңағы балға, PV-ға, CV-ға байланысты байландырып қояды да. Соған байланысты опять ақша біздің аздау болады. Яғни 4 миллион, 5 миллион, 10 миллион сетевойдан да алдық, алмадық демеймін, бірақ ол бас жағында. Яғни потокпен, командамен келесің, болмаса өзің келесің де талпаны шақырасың, сол кезде ақша түседі, одан кейін опять же ақша жоқ. Не істейміз лидерлер? Күйреміз деген сөздің мағынасы, яғни бізде ішімізде негатив болады, бірақ сыртымыздан сахнаға шығып аламыз да, айдайт деп сабақты өткізіп, жаңағы ең басында алған миллиондарымызды айтып, халыққа түсіндіре береміз. Енді көп сетевой лидерлер мені түсінеді деп ойлаймын. Дәл солай да қазіргі таңда да бүкіл сетевойдың лидерлері солай өткізіп жатыр, сіздерге айтайын. Сол сияқты не істейміз? Біз өзімізді алдап жүрдік та, бұл жерде бірінші жұмыс. Содан кейін осы сетевойларды зерттей келе, мен шетелден іздеп келсем, осы шетелден сетевой әкелсем деген мақсатым болды. Сетте осы Вьетнам мемлекетіне барған кезімде сетевойларды зерттей бастадым. Сіздерге айтайын, қазіргі таңда бізде Қазақстанда Unilife деген шығып жатыр ғой. Мен өзім ол компанияны сол Вьетнамда ең алғашқы болып ақпарат тыңдаған адамның бірімін. Ол кезде ол Вьетнамда мықты дамып жатқан компаниялардың бірі болды. Бірақ ол жерде система вообще басқа. Мен сразу отказ бердім и ары қарай іздей бастадым да. Одан кейін MBA компаниясы, енді основной біздің білетін компаниялар өте көп болды и білмейтін мынандай бір танысып компаниялар өте көп болды. Бірақ олардың маркетингі көбінесе классика түрінде болды да. Енді классика деген білесіз, ол Faberlic, Oriflame да, қайтадан сол компанияларға барып жұмыс жасағанмен бірдей. Естественно, маған еш нәрсе ұнамады. Сөйтіп жүрген кезде бір кабинетке кіріп, осындай я ищу сетевую компанию, но с пассивным доходом деймін да. Өзімнің қасымда переводчигім бар, ол кісіге күніне $100 төлеймін. Сонда жаңағы кісіге кіріп сұраған кезінде ол кісі айтады: "Нет, вы определитесь, вам что нужно?" дейді. "Вам сетевая компания нужна или пассивный доход?" дейді. Мен айтамын, мне нужна сетевая с пассивным доходом. Шын айтайын ба, мен өзім сетевойсыз пассивный доход болады, қалай ол дегенді елестете алмадым. Сол сияқты жаңағы кісіге мен қайта айтамын, ол кісіден маған қайта айтады. Екеуміз бір-бірімізді түсінбей тұрмыз да ана жерде. И ол кісі айтады: "Ну, нет, вы поймите", дейді. "Вот сколько лет вы работаете в сетевой?" дейді. Я говорю: 15-16 лет. Енді қараңызшы дейді да, сіз 15 жылда артыңызға қараңыз дейді. Сіздің қай кабинетіңізге сіз жұмыс жасаған сетевой компанияны, сіз бриллиант статусын аштыңыз, сіз рубин статусын аштыңыз да, бір компанияда жаңағы директор деген үлкен статустар болды. Сондайларды аштыңыз. Сіз кабинеттеріңізді ашып қараңызшы, қай кабинетіңізде сіздің 10 мың теңге болсын ақша түсіп тұр екен дейді да. Мен айтамын, жоқ, ондай түспейді деймін. Көрдіңіз ба дейді. Яғни сіздерде зависимый, командный зависимый компания сетевой дейді да. Яғни олар PV-CV-ға байланысты. Егер де сіздің командаңыз PV-CV жасамаса, сізге 1 теңге де ақша түспейді дейді. Сіз соны түсінесіз ба дейді. Енді сіз өзіңіз келіп тұрсыз маған сетевой еще пассив деп дейді. Ондай болмайды дейді. Бір затты түсініңіз. Егер даже сіз астыңызға 100 миллион адам тіркесеңіз де, я басында аласыз, мен алмай істемеймін. Бірақ артынша сіз қайттан осы күйге қайтып келесіз дейді. И шынымен ана жерде ана кісі айтқан кезде ойланам, 15 жыл артыма қарасам, шынымен да бір компанияда мен 9 жыл жұмыс жасағам, сол компанияның қалауын қалағам деген десем де болады да. Бірақ шынымен ол кабинетте де ешқандай ақша жоқ. Яғни біздер зависимыймыз да, PV-CV-ға байланысты. Өзіміз кетсек болды, кабинет уже все, ешқандай да жұмыс атқармайды. Пассивный доход жоқ. Сосын мен ол кісіге айтамын: "Хорошо, сонда сіздер немен айналысасыздар? Маған енді қандай пассив ұсынасыз? Мен немен айналысқаным дұрыс?" деген кезде: "А почему вы маркетплейс не рассматриваете?" дейді да. Ой, қойыңызшы дедім мен сразу. Неге? Өйткені менде маркетплейс деген понятие өз басымда да, енді сіздерде білмеймін қандай екен. Менің өз басымда маркетплейс деген ол ана Тему, Валберс, Пиндуода сияқты затты алып
сату мен үшін сондай болды. Мен ойладым, ой, мен затты аламын, сатамын, сөйтіп жүремін ба? Мен вообще зат сата алмаймын дедім ана кісіге. Мен 15 жыл сетевой компанияда жүрсем, ешқашан бір түйір продукцияны реклама жасамаған адам. Мен всегда маркетингпен жұмыс жасаймын, маркетингпен ғана шығамын болды деп. И ол кісі айтады, а кто вам сказал, что надо продавать дейді? А что там теперь делать надо? Маркетплейсте не бар, товар көп. Яғни мен не істеуім керек ол жерде деген кезімде, нет, сіз мысалы сетте статус орындайсыз ғой. Сол сияқты маркетплейс, когда партнерство жинап, адамдарды өзіне партнерствоға жинаған кезде оны бір уақытша жинайды деді да, сол кезде бір какой-то береді деді. Яғни бағдарлама болады. Маркетинг қой енді. Маркетинг болады. Сол маркетингте мысалы бір маркетплейста болады, дивиденд аламыз деп айтады дейді. Бір маркетплейста акционерлер деп айтады дейді. Бір маркетплейста директора деп айтады дейді. Яғни әр маркетплейстің өзіндік система жұмыстары бар, и олардың өзінің атауы бар деді да. Мә күшті екен. Сонда ол қалай дедім. Ол кісі сосын келді да маған сызып көрсетті, барлығымен жаңағыдай таныстырды. И ол айтады да, мысалы Америка мемлекеттерінде, басқа да мемлекеттерде маркетплейс өте мықты дамыған. Ну не знаю в Казахстане как работают дейді. Мен айтдым, жоқ, бізде де бар дедім. Но мен бір адамды естіген жоқпын. Бір түйір адамды мен Темудан 100 мың теңге ақша алып жатырмын. Мен зат сатып емес, просто да пассив. Мен Пиндоудадан осындай ақша тауып жатырмын деген бір адамды көрген жоқпын дедім. Хорошо, мен бұл туралы сұрастырамын дедім. Мүмкін мен естімеген шығармын деп. Сосын ол кісі түсіндірді да, и кабинет осындай болады деді. Сөйтіп өзінің кәдімгі товарны, біздің Тему кабинеттер болады ғой, сондай сияқты маркетплейстің магазинін көрсетті. Соның ішінде өзіндік профиль кабинеті бар, кабинетте өзіндік ақшасы тұр. Яғни 5 мың доллар, 10 мың доллар да ол кісіге күніге түсіп тұрған ақша, күніге, айына емес. Мен ананы көріп, мә қызығып кетемін да. И ол кісі айтады да, вот так поступает, например, я не делаю ни PV, ни CV, не подписываю людей, у нас нету базы подписки деп. И мен ана кісіге айтамын, мә біздер күніне емес, даже айына 5 мың доллар просто түсетін болса, біздің Қазақстан дедім, қанатты жайып жүріп жұмыс жасайды дедім. Өйткені бұндай мүмкіндік жоқ бізде. Бұл қалай сонда деп, шынымен сізге түсіп тұр ма? Ол қалай түседі деп, ол кісінің өзі қараған кезде каждый числомен, доллармен көрсетілген, шынымен ақшалар түсіп тұр. Мен қызығып кетемін да, сразу айтамын, подпишите меня деймін. Сколько тысяч долларов надо, чтобы подписаться? Я могу забрать в Казахстан деп. И ол кісі айтады, нет, Назим, вы до сих пор меня не поняли дейді. Я же вам говорю, у нас нету базы подписки. Яғни сіздер білесіздер, қазіргі таңда осы чатта, осы зумда отырған кісілердің барлығы, егер де лимонға тіркелгенсіздер ғой да, Хуагеге. Яғни біз қазір қай салада жұмыс жасап жатырмыз? Қазір біз Хуаге компаниясында жасап жатырмыз. Хуаге компаниясы дегеніміз не ол? Ол сетевая компания да, кәдімгідей адам жинап жатқан қазіргі компания. Дәл сол сияқты екінші кабинет бар, бізде ол не? Лимон. Яғни лимон маркетплейс. Ол жақта не бар бізде? Товарлар. Товарлармен қоса біз Аллаға шүкір қазіргі таңда Қазақстанда 17 акционер күнделікті өзіміздің дивидендімізді алып жатырмыз да. Жұмыс жасап жатқан Қырғызстан біздерге түсіп жатқан дивиденд мысалы да, ол күшті мүмкіндік. Енді ана кісі соны маған түсіндіреді да. Смотрите теперь дейді. Вот одна кабинет это маркетинговый, ее нету дейді. Мен сізді тіркей алмаймын, потому что ол кабинет уже жоқ дейді, вообще базада жоқ дейді ол. Біз қазірде бір-ақ кабинет қалған, ол тек дивиденд алатын кабинет. Яғни бүкіл мемлекет, жалғыз Вьетнам емес, Вьетнамның айналасында Таиланд, басқа да мемлекеттер бар ғой, солардың барлығын істеген товарооборотынан сіздерге өзіндік процент түсіп отырады. Независимо, покупаемый товар сами, не покупаем, ондай привязка жоқ. Тек қана сен өзінің берілген мақсатты статусыңды орындадың, болды. Сенде уже жаңағы акционерский кабинет болады деді. Ох, күшті, керемет деп. Содан жаңағы енді мен айтамын ғой, мен қаяқтан табамын Вьетнамнан? Мүмкін басқа мемлекеттен іздеуім керек па? Как можно подписаться в такую компанию деп жаңағы тұрған кезінде ол кісі айтты. Ну я знаю одно деді. Сіз қазір даже Америкаға барсаңыз да, я, ол жақта маркетплейс көп шығар деді. Бірақ сізді бірде-бір компания тіркемейді деді. Біріншіден сіз СНГ мемлекетінде болғасын, сіз не резидент болып саналасыз деді. Мә деп ойландым. Сонда мен таба алмайды екенмін, жақсы деп. Содан уже ананы естіп алғаннан кейін кәдімгідей мен уже сетевой компаниялар іздемей қалдым, сіздерге бірден айтайын. Мен уже шынымен маркетплейс іздей бастадым. Қазақстанға келе салысымен Тему Пиндоудан офисіне хабарласып, сол жаққа барып мен айтамын, я хочу получать дивиденды. Сколько тысяч людей надо подписать? Сколько товарооборота надо сделать, чтобы стать партнером деп. Ол кісілер маған қарап, бізде ондай жоқ дейді да, сіз негізі қате түсінгенсіз дейді. Одан Валберсқа хабарластым. Ол кісілер де маған целый договор жіберді, жаңағы 2 миллион ба 3 миллион ақша саласыз, осындай деп, ол договорлардың барлығы электронкаға жіберді. Мен қарап айтамын, жоқ, мен бұндай емес, мен ПВЗ ашпаймын. Мен кәдімгі партнер болғым келеді. Сіз маған условияларыңызды айтыңыздар, мен орындаймын деп жатырмын да жаңағы. Енді өзімді рекламировать етіп жатырмын ғой, мен сетевойда істегем, андай-мындай деп. Но мен маған олар ондай түсініп тұрған жоқ, и артынша уже ешкім қабылдаған жоқ. Не істеймін, сразу уже жан-жақта іздеймін, оконцовкада таба алмаймын. Бір түсінгенім, Россияда өте көп маркетплейстер ашылып жатқан көп екен. Бірақ дәл солай маркетплейстер мындай өздері орыстар ашады, өздері жауып тастайды, сондай маркетплейстер көп екен. Яғни алып кете алмайды да ары қарай. Көп маркетплейстер хабарласты, бірақ мен осындай информация тыңдап келдім деген кезде ол адамдар вообще ондай ақпаратты білмейді екен. Яғни маркетплейсқа просто осындай адам шақырсаң, мен саған процент беремін деген сияқты әңгімелер айтылды да, болды. Мен айттым, жоқ, ондайға бармаймын. И іздеп енді до такой степени сол маркетплейста зациклен болдым, что мен 8,5 ай үйден қалай уақыт өткенін білмей қалдым. Қазіргі таңда айтамын ғой, негізі айтады ғой, Аллаға бір запрос жіберсеңіздер, шын мақсатпен, шын ниетпен Алла тағала өзі береді екен. Сол кезде енді таба алмағасын үйге келіп плакатпен сызып, ана вьетнамецтің айтқан ұмытып қалмайын деп, мен өзім кәдімгі үлкен маркетинг сыздым.
өзіме маркетинг сызып алдағы уақытта мүмкін өзім ашамын деген бір енді мақсат қой, үлкен арман. Сондай маркетинг сыздым кәдімгідей, қанша төлеймін, қандайға путевка беремін, барлығын плакатқа сызып қойдым. Бірақ ол плакатты сосын қоя салдым да, енді ол бірақ парақтардың бәрі әлі үйде бар, бір уақыттары көрерсіздер сіздер де. Барлығын сыздым и есептеп қойдым. И келіп инвесторлар іздедім осы проектке да, бірақ өкінішке орай мен ойлағандай ешнәрсе болған жоқ. Біздің Қазақстанда бір какой-то үлкен проектті ашу үшін біріншіден ол үлкен документация, көп ақша десек те болады. Содан кейін назен успокойся деп өз-өзімді қоя қойдым. Бірақ енді айтады ғой мына көп сен сабыр сақтай білсең, Алла тағала беремін дейді. Алла тағала мен всегда айтамын, маған форточкадан берді деп. Өйткені бір уақытта айдалада бір былай қарағанда қатты таныс емес, бір сетевойда бір қатты жұмыс жасаған жоқпыз, бірақ бір-бірімізді былай танимыз да. Сондай бір Қызылорданың бір келіншегімен телефонмен сөйлесіп отырған кезде, осындай маркетплейс жайлы әңгіме айтқан кезінде ол кісі айтты: "Да сен тура осындай маркетплейс Қырғызстан мемлекетінде бар. Маркетингін жіберіп көрейін, болмаса сен қара, бірақ білмеймін енді біздің Қазақстанда вообще акционерство, маркетплейс деген білесің ғой, тема дивиденд дегенді халық қабылдамайды ғой" деді. Мен айттым, жоқ, қабылдайды дедім. Просто халық нені не екенін түсінбей жүр. Алла қаласа бастаймыз, қолға аламыз, содан кейін бұл түсінікті болады деп. Бірақ маған бірінші бұл компания легальны ма, соны білу керек деп. Ана кісіге айтамын, маған срочно қазір телефонын бер, бірақ Қырғызстан мемлекетіндегі нормальный сұраққа жауап беретін адамның телефонын бер деймін. Бірақ енді ол кісі де сетевик қой, естественно, телефонын бермейді, бірақ ол кісі маған қазіргі таңда осы СНГ мемлекетіне кіргізген, Қырғызстан мемлекетіндегі ең алғашқы акционер болған Рахат Рахманова деген біздің үлкен наставнигіміз бар. Сол кісі маған түнгі 11:30-да звондайды, екеуміз телефоннан осылай танысамыз, осылай сөйлесеміз. Ол кісі бүкіл ақпаратты маған айтады, дальнейшем қандай план бар, не істеп жатыр, қалай ақша алып жатыр, барлығын көрсетеді. Мен айтамын ғой, мен бұның барлығын білемін, сіз айтып жатсыз, мен бәрін түсініп тұрмын дедім. Маған бірақ қана нәрсе, неге Қырғызстанда мына екеуі орта жап-жақын, неге бізде жоқ деген кезімде, білмеймін, почему-то вот в Казахстане пока акционеров нету деді. А сколько акционеров в Кыргызстане деген кезімде 13 акционер деді. Шын айтайын ба сіздерге, мен прям деген шошып кеттім. 13 акционер деген енді өте көп қой былай қарағанда. 13 акционер, и еще біздің Қазақстанда ол компания жайында вообще ешкім білмейді. Ол қалай деп содан кейін осыны зерттей келе, бірақ енді өзінің жаңа армандап жүрген мақсатыңды тапқан кезде уже отыра алмайсың ғой. Ұйқыдан тұра салысымен с утра Азаматқа айтып, все, давай тұр кеттік Қырғызстанға деп, Азаматпен бірге Қырғызстаннан бірақ шықтым. Аллаға шүкір, қазір қуанамын сол кезде Қырғызстанға барғанда, ешкімнің әңгімесін тыңдамай, көптеген лидерлерге айтқан кезімде, көптеген лидерлер маған айтқан: "Ой, Назен, қуа бермеші, маркетплейс деген немене, акционер дегенді вообще біздің халық түсінбейді" деп қаншама адам айтқан. Бірақ сонда да Қырғызстанға барып, өз көзіммен көріп келейін деп барып, ішіне барсам, шынында да Қырғызстан өте прям қатты жұмыс жасап жатыр екен. Көбісі үлкен ер азаматтар мен үлкен әйел адамдар екен, көбісі жаңағы 2 этажды үлкен здание, адамдар өте көп. Ананың барлығын көремін да, вообще қызығамын. Мен 27 март күні Қырғызстан мемлекетіне бардым. Ең алғашқы 2025-те 27 март күні бардым. Сол 27 мартта барып Рахат Рахманова маған арнайы презентация қойғызды. Сияқтың презентатор қыздарына. Бегімай деген ханым өте мықты түсіндіреді. Сол кісінің ақпараты маған қатты ұнады. Сол ақпарат бергеннен кейін мен уже ішті аралап, енді ана болады ғой, адам болғасын сенбестік болады. Әр адам өзінің компаниясын мақтай береді деген сияқты шығып алып, жаңа кабинеттерді қарап жүрмін да адамдардан. И әр адамға барамын да сұраймын: қалай жұмыс жасап жатсыз, қандай не, шынымен сенесіз ба деген сияқты. Маған адамдардың просто мнениесі керек болды да. И бір қарасам, кабинет акционеров деген кабинет тұр, и ішіне кірсем, ішінде жаңа 4-5 әйел отыр екен да, қырғызстандық әйел адамдар. Ол кісілерден сұрап отырмын: "А вы акционеры?" "Да, мы акционер". "Мә, классно. И что вы прям получаете деньги?" "Да, получаем". "Как получаете?" И ол кісілер маған тоже түсіндірді да. Прям андай адамның көз жанары өтірік айтпайды, естеріңізде болсын. Көп адамдар вау деген эмоциямен, мотивациямен айта береді, бірақ адамның көз жанары ешқашан өтірік айтпайды. Мен өзім сондай адам, мен любой адамның көзіне қарайтын адаммын да. Солай жұмыс жасаймын, солай информация бергенде де көбінесе мен адамның көзіне қараймын. Потому что ана жерде де акционерлер тұрған кезде мен сразу көзіне қарадым. Олар қалай ақша тапқан адамның көз жанары басқа болады. Мен ана кісілерден сұрап сөйлесе тұра, соны қараймын да, олар да прям іші тола кәдімгідей керемет түсіндіріп жатыр да маған. Кәдімгі мен мысалы қарағанда оларға конкуренциям ғой былай қарағанда, бірақ олар прям вовсю маған түсіндіріп жатыр. Мен ұнатам. Кабинеттерін қарасам, күніне кәдімгідей $50, $100, $100 да, $300 күніне. Қараңыздаршы, $200 деген біздің 100 мың теңге ақша ғой. Күніне деген ол деген керемет ақша ғой былай қарасаңыздар. Ананы көріп мен вообще жанып кетемін ана жерде. Мә, керемет жұмыс жасау керек, осыны қолға алу керек Қазақстанда деп жаңағы. И президентпен мен танысқым келеді деймін. Енді президентке кірейік десек, президент Москва мемлекетіне кетіп қалған. Ол Россияға жаңағы нені ашуға, осы лимонның қуагені ашуға офисінің открытиесін жасауға кетіп қалған екен. Неше күннен кейін келеді дедім, 2 күн деді. Хорошо, мен күтемін дедім да, гостиницада 2 күн біз күттік. 2 күннен кейін келді ол кісі, Лихонлин мырза, ол кісі Қытай мемлекетінің азаматы. Ол кісімен бірінші сол жерде танысам мен Қырғызстанда. Содан кейін сөйлесіп, бүкіл сұрақтарымды қоям. И ол кісіні компьютерден ашып, ноутбуктан өзінің бұған
маған деген қандай мақсаты бар, оның бәрін көрсетеді. Мен айтамын, иә, маған ұнап тұр, потому что мен маркетплейсте вообще почти 8,5 ай мен осыны іздеу үстіндемін деп. Қазақстанда қаншама адам бар, қанша адам тіркелген, соны сұрайын деп едім деген кезде ол кісі айтты, Қазақстанда 300-ден артық адам тіркелді. 300-ден артық адам тіркелді, бірақ сіздерде результат жоқ деді. Яғни акционерлер жоқ деді. Мә дедім, ойлап қалдым, қалай сонда сетевой түсінбейтін адамдар тіркелді ме екен? Бірақ енді қалай, жоқ, ол мүмкін емес қой деп жаңағы. Енді мен өзім түсініп тұрғасын, маған ол оп-оңай болып көрініп тұр да. Енді ол сырттан келген адам маркетплейс не екенін білмейді. Мысалы, қазір сіздерге де ол басқаша болып естілуі мүмкін, как сетевой ретінде да. А мен оны формат маркетплейса ретінде қарап тұрмын ғой. Маған бір кәдімгі ананы шашып жасап тастайтындай болып тұр. Неге халық оны істемеген деген менде ашу болып жатыр да мына жерде. И жаңағы ол кісіге айтамын ғой, давайте Қазақстаннан ашайық. Мен естіп жатырмын, сіз Москвадан офис ашыпсыз. Неге Қазақстанда жоқ деп. Қырғызстан мен Алматының арасы 2-ақ сағаттық жер. 2-ақ сағаттық жер. Қалай мына Қырғызстанның 13 акционері бізге барып тәпит етіп жұмыс жасамаған дедім. Мен соны түсіне алмаймын. Обычно ол кісілер мықты сетевиктер ғой негізі қырғыздар. Деп едім, ну нет, они подписали 300 чем-то человек, но нету результата. Ну не знаю, наверное, Қазақстан сетті дұрыс жұмыс жасай алмайтын шығар дегенде қылды да. Мен айтамын, жоқ, бізде Қазақстанда өте мықты лидерлер бар дедім. Бізде адамдар егер ақшасын көрсе, олар жұмыс жасайды дедім. Просто олар мағынасын түсінбеген. Давайте откроем в Алмате большой офис дедім. Өйткені бізде әр адам головной офис бар ма Алматы, Астанада деп сұраған кезде, жоқ, бізде ашылмаған, енді ашылады, адам саны жиналғаннан кейін десем, халық маған сенбейді дедім. Сондықтан менің бірақ қана өтінішім бар. Мен сізден жаңағы көптеген сетевиктер сұрайды ғой, ақша сұрайды, білесіздер ме? Көптеген сетевиктер, лидерлер ақша сұрайды, мен сияқты лидер келсе десең, или болмаса жаңағы промоушн сұрайды, или тағы нәрсе сұрайды да. Мен ол кісіге айтып, маған дым керек емес дедім. Тек қана маған Алматыдан офис ашып берсеңіз, менің бар мақсатым, арманым сол дедім. И то ол офисте мен отырмаймын, ол офиске даже мен бармаймын да шығар. Просто маған для галочки керек ол дедім. И ол кісі күтті айтты, ну енді давайте сіз результат көрсетіңіз, потом как-то откроем, Москва просто уже адам саны бірталай болғасын, біз ашып жатырмыз деді. Мен айттым, жоқ, давайте договоримся деп. Содан ол кісі айтады, давай сен сделай так дейді, жұмыс жаса, егер сен 150 сондай адам жасап көрсетсең, біз Алматыдан уже офис ашуға кірісеміз деді. Яғни оны 300-ден артық адам болған, мен Қазақстан тіркелген, олар бір структурамен кетпеген ғой. Әркім, мысалы, осы жерде отырған қазір 200 адам болса, каждый 3 адамнан 2 адамнан тіркетті, яғни адамдар разброс. Бір командадан емес, әртүрлі структура тіркелген, яғни 13 акционерден асты болса, сол 13 акционердің әр жердегі структурасынан тіркелген. Егер сенің өзінің таза команданан 150 адам болатын болса, результат көрінетін болса, мен Қазақстаннан офис ашуға уәде беремін деді. Мә деп қуанып кеттім ана жерде. Енді айтады ғой, жаңа көптен күткеннің өзінің бір берекесі бар, негізі сабырлы болып үйренуіміз керек. Маған шынында осы маркетплейс көп сабырды үйретіп жатыр, әсіресе Қытай азаматы деп айтсам болады. Сол жаңағы келе салысымен бірінші жұмыс бірден осы каждый адамға айта бастайды. Мен сіздерге айтайын, менің тіркегенім 11 адам. 11 адамның біреуі де сетевик емес. Барлығы, я сетевой түсінеді, бірақ продажниктер болады ғой сетевойдағы, сататын кісілер. Сондай 11 адам. Ол 11 де қазір акционер емес, сіздерге айтайын. Екеуі менеджер, қалғандарының барлығы кәдімгідей партнерствода мен ссылка таратамын деген мақсатта отырған кісілер, да. Бірақ сол кісілерге рахмет, мында бір сол 11 адамның арқасында, Аллаға шүкір, қазір Қазақстанда почти 10 мыңнан артық адам бармыз. Да, бір кішкентай 11 адамнан тараған. Көп адам айтып жатады ғой, мен көп адам жасай алмаймын, көп адам жазудың қажеті жоқ. Бар жоқ, бірінші жұмыс бұл сіздерге байланысты. Бірінші жұмыс өздеріңіз сенулеріңіз керек. Бірінші жұмыс сіздер бұл компанияны жақсы көрулеріңіз керек. Бірінші жұмыс негатив іздемеулеріңіз керек. Миллион негатив болады, сіздерге айтайын. Әлі қайда, әлі талай болады алдымызда. Мен осыны бастаған кезде де көптеген сетевой компанияның лидерлері маған айтқан, ойбай, Назин, ты вроде умная, что с тобой случилось? Неге сен қаяқтағы жоқ бір Қытаймен жұмыс жасайын деп жүрсің? Басын істейма деген сияқты неше түрлі әңгіме айтқан да. Бірақ мен всегда мен өзімнің мынандай нем бар да, любой іс-әрекетті бастаған кезде менің Аллаға тапсырамын. Егер менің жұмысым болса, егер мен дұрыс направлениеда келе жатқан болсам, Алла тағала менің әр жолымды, әр қадамымды үлкен результатпен көрсетші. Егер жоқ, менің жолым дұрыс емес болса, мен дұрыс направление таппай халықты алдайтын болсам, онда просто менің жолымды болдырмай, менің командама ешкім келмесе екен деп мен сондай тілек айтып шыққанмын осы компанияны бастағанда. Сондықтан Алла мені естіді ма, 3 күнде менің командама осы 11 адамнан кейін 184 адам қосылады. 3-ақ күнде 184 адам қосылады. Мен соны суретке түсіремін да президентке жіберемін. Ол кісі айтады, о, классно, молодец, вы показали себя деп. Аллаға шүкір, апрельдің аяғында бізде Алматы қаласында үлкен офисіміз ашылды да. Офис ашылады, уже мен ол кісіге 100% сене бастаймын, уже жан-жаққа кәдімгідей айта бастаймын. Бір өкініштісі, мен онлайншіге емеспін. Жаңа көптеген лидерлерім айтып жатады ғой, сіз онлайн болсаңыз қаншама халықты білесіз бе, жинап алар едіңіз деп. Енді мен офлайншікпін, мен көбінесе адамдармен жұмыс жасаймын, барып кездесіп жұмыс жасаймын, я қалаларды аралап, сол кезде конференция өткізіп жұмыс жасаймын. Былай даже Zoom-ның өзін сіздерге шындықты айтайын, осы лимонның арқасында шығып жүрмін десем болады. Мен даже Zoom-ға шықпайтын адам болғанмын. Сондықтан бұл менің бірінші онлайн десем болады, осы лимонның арқасында. И вот сондықтан қазіргі таңда осы проектті бастағаныма қазіргі таңда өте қатты қуанамын. Қазақстандағы ең алғашқы акционермін. 50 күнде акционер статусын жаптым. Енді 50 күн деп те айтуға келмейді, бір айда деп айтсам да болады, потому что біз бастапқы уақытта офис ашса екен, қалай болады екен деп, өйткені өте көп негатив болды. Еркін көп адамдарға айта алмадым десем болады. Өзіммен бірге командама еріп келген лидерлерім
басқа компанияға кетіп қалды, менімен бірге бастаған қыздар. Сондай кезде жалғыз өзім қалып қойдым десем болады да. Бір жалғыз қаласың ғой, бірақ Аллаға шүкір, сол өздері кетсе де командаларға қалып, сол лидерлердің арқасында қазіргі таңда үлкен команда болып, мен ең алғашқы акционер боламын. Сіздерге көп рахмет, команданың арқасы. Акционер болған күні әбетте 1:30-да боламын. Сағат 1:30-да боламын, кешкі сағат 9-ға дейін маған уже 72 мың теңге ақша түседі. Мә, керемет екен деп қуанамын. Уже екінші күні 168 мың теңге түседі, үшінші күні 284 мың теңге түседі. Аллаға шүкір, сөйтіп көбейіп, қазіргі таңда мә, осындай екен ғой маркетплейс деген, осылай екен ғой деп уже қызыға бастаймын. Содан осылай бастап кетеміз. Мен акционер болған кезде сіздерге айтайын, көптеген компанияның сетевиктері, лидерлері, сен қанша уақыт береді дейсің, ертең бермей қалады, тоқтап қалады деген сияқты барлығын айта бастайды. И бір уақытта менде лидерлер болды, который мен күнделікті акционерский кабинетінен күнде суретке түсіріп жібер дейтін лидерлер болды. Мен ерінбей күнде жіберемін, күнде кешкісін жіберіп отырдым. 7 күннен кейін маған тоже мықты лидерлер келе бастайды. Аллаға шүкір, қазіргі таңда сол лидерлердің арқасында да үлкен команда бар. Сөйтіп қазіргі таңда Қазақстандағы ең алғашқы директор 2 жұлдызбын, директор 1 жұлдыз, бізде 5 қазір да, уже қаншама акционеріміз бар, уже көбейіп жатырмыз. Мен айтамын ғой, негізі Қазақстанды көтеретін біздер команда, уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Ертеңгі уақытта өкініш болып қалмасын дегім келеді. Әркімнің әңгімесін тыңдап, қазірде де көп негатив тыңдап жатамын. Көп, өте көп тиктоктан естіп жатамын, біз жайлы айтып жатады да, көптеген лидерлерден естіп жатамын. Жаңағы, и мен айтамын да, ну, сен бір сетевойда істедің да, мысалға, бір сетевойда істедің, автобонус жасадың, пәлен миллиардный оборот бердің. Автобонусты сондай бересіздер. Үлкен оборот, өйткені біз ояқта оборот санамаймыз, біз ояқта PV санаймыз. Енді қараңыздар да, мысалы, сіз бір порошокты сатып алдыңыз 1800 теңгеге, сіздің 1800 теңгеге командаңыздан 5 миллион штук порошок өтті дейді да. Сіз пәлен миллион оборот беріп отырсыз ғой, бірақ оны ешкім санамайды. Сіз не істейсіз? 0,20 PV-дан 5 миллионға көбейтсеңіз, ол кішкентай PV болып қалады да, 2-3 мың, 4 мың деген сияқты. Бізге ненің ақшасын төлейді? Сол кішкентай PV-дің айлығын төлейді. Яғни біз сөйтіп, былай айтқанда, бір компаниялардың қатша шапқан лидерлері болып жұмыс жасаймыз да. Ладно, жұмыс жасадық, автобонус алдық, вице-президент статусына бардық дейді да. И қараңыздар, өздеріңіз ойланбайсыздар ма, неге вице-президент, мысалы, Dandelion компаниясы да, вице-президент статусына шейін барған адам бар да, ояқта бір емес 2 партнері бар. Барды, бірақ содан кейін ол кісілер басқа компанияға кетіп қалды. И мен мысалы түсіндім да, дедім, бұл адамдар әлі түсінбей жүр. Яғни компаниядан компанияға секіргеннен бізде еш нәрсе өзгермейді. Жаңағы математикада айтады, қосынысымен қосқанмен еш нәрсе өзгермейді. Сол сияқты бізде де ешқандай сетевойда сіз 1045-ге бара берсе, еш нәрсе өзгермейді. Өйткені ояқта біз зависимымыз командадан, өйткені біз ояқта зависимымыз PV балдан да, товарообороттан. Яғни соған тіреліп қаламыз. Неге маркетплейс, неге мен бұны ұнаттым да? Я, мүмкін ол жай дамыр, мүмкін где-то что-то бір жер дұрыс емес болады. Но бұл енді жасап жатқан компания ғой. Қанша компаниялар бірден нарыққа дарт деп шығып кеткен жоқ. Я, кейбір компаниялар қазіргі таңда да ашылады да, тек вау деп жаңа шулатып жатады. Былай қарасаңыздар, бірақ 8 ай, 1 жылдан кейін сразу не істейді, өшіп жатады. Маркетинг өзгеріп жатады, ақшаларын төлемей жатады, автобонустарын төлемей жатады, бірақ лидерлер айта алмайды қасқа. Сорлап жүреді сол жақта да. Енді ол шындық, сіздерге айтайын, шындық, мен енді солай сөйлейтін адаммын. Сондықтан қараңыздар да, мен маркетплейс не үшін жақсы көремін? Бұл жерде менің мақсатым вообще хуаге емес. Хуаге бұл жерде менің статусымды жасап тұр, акционерство. Мен даже бұл жерде директор 1 жұлдыз, 2 жұлдыз, 3 жұлдыз деген звание болмаса, сіздерге айтайын, мен тіпті осы акционерствоны жасасам болды екен деп келген екен бұяққа. Мен даже ар жағында 1, 2, 3 жұлдыз, 5 жұлдыз дегенді қарамаппын. Шындықты айтайын. Мен тек қана мақсатым жаңағы Вьетнам азаматы ұқсатып акционер болып алу болды. Просто акционер. Даже күніне 10 мың теңге түссе маған да. Біреулер кеше бір лидерлермен сөйлесіп жатса маған айтады, ой, Назен құрсын 10 мың теңге түскен деген немене? Ол аз ғой, біз шүкір 2-3 миллиондап алып отырмыз дейді да. Хорошо дедім, қазір аласың деді. Қазір аласың, сенің астында лидерлерін тұрса аласың, сенің командаң жұмыс жасаса аласың, сенің командаң пәлен миллионный оборот берсе аласың PV жасап да. Егер ол команда жасамаса, сен 1 теңге де алмайсың. Қойды астында 100 миллион адам болса да дедім да. Қарашы дедім, маркетплейста ертең даже мен адам шақырмаймын. PV бал жасамаймын. Мен вообще зат сатпаймын, маған керек емес деймін да. Мен осының өзіне, мысалы, мен үйімде қазір жинастырып жатырмын да, бүгін мебельдер келген. Үйімде шаруа істеп жатырмын, бірақ маған күнделікті ақшам түсіп жатыр да. Даже 10 мың теңге күніне сізге ешкім пассив бермейді. Бірде-бір сетевой сізге 10 мың теңге күніне пассивный доход қылып бермейді, естеріңізде болсын. 10 мың теңге. Ол былай қарасаңыздар, ойбай, аз ақша болады, бірақ сіз сетевойдан сетевойға ауысқан кезде сіздің ақшаңызбен бірге ауыстыңыз ба? Сол кабинетіңізге 1000 теңге болсын түсіп тұр ма? Жоқ, түсіп тұрған жоқ. Вот именно осы жерін түсініңіздер деп айтқым келеді да, именно осы жерін. Сондықтан мен маркетплейсті пассивный доходқа бола таңдадым. Маған ұнайды, мен затын сатам деп айта алмаймын. И бір қатты ұнаған нәрсесі, мысалы, көптеген сетевой компанияларда, кешегідей жаңағы Unilife сияқты жерлерде да, ол адам TikTok-пен немен еще жұмыс жасай білу керек. Мысалы, мен сияқты болса, ол жұмыс жасай алмайды да. Вообще Инстаграмға мен қызықпайтын адам. Сол сияқты да, енді қараңыздар да, сетте адамдар тіркеледі, өздері осы жерде тіркелген кісілер көп шығар, ана мотивацияға тойып алады да, на ходу тіркеліп кетеді. Сөйтеді да, бірақ астына адам шақыра алмайды. Ешқандай PV жасамайды. Ол кісіге 1 теңге түсе ма? Түспейді.
дұрыс па? Түспейді, 1 теңге де түспейді сіздерге. Бірақ сонда да адам соған 300 мың теңге төлейді да кіреді да тупо просто жүреді. Маған маркетплейстің несі ұнайды? Бұл жерге келген адам ешқандай да адам шақырмасын, вообще зат сатпасын да, өзі біледі. Бірақ бізге уақыт береді ғой, ссылка таратыңдар деген. Біріншіден ол кісі келді, продукциясын алды, ешқандай минусқа кеткен жоқ. Екіншіден ол кісіде преимущество оптовика, яғни партнерлардың бағасы сәл төмендеу болады тіркелмеген адамдарға қарағанда. Үшіншіден дым адам шақырмаған адам. Преимущество ссылки. Мынау ең керемет нәрсе естеріңізде болсын. Преимущество ссылки, ертең сіз келесіз да, болмайтын ана чатта өсектерді де таратамыз ғой, мынаны қарашы деп бір-бірімізге. Бұл жерде сіз бүкіл чатқа өзіңіздің ссылкаңызды салып жібересіз. Ол жерде сіздің ссылкаңыздың аты, жөні, сотовый телефон, еш нәрсеңіз көрінбейді, просто тек қана ссылканы таратасыз. Ссылканы тараттыңыз, әр адам, мысалы, Қытайдың заводынан товарларды қарашы, тараттық қой. Мысал келтірейін сіздерге. Мысалы тема Пиндода да, олар да дәл осылай кезінде партнерлар жинаған екен. Бірақ өзінің Қытай мемлекетінде ғана жинаған. Біздің СНГ-ға не істеді ол кісілер? Ссылка жіберді. Естеріңізде ма? Ссылка жіберді, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram бәріне келді. Біз не істедік? Ашып көрдік та, товарлары арзан, күшті, керемет дедік та, бәріміз бір-бірімізге тегін тараттық. Бізге біреу таратсын деп айтты ма? Айтқан жоқ. Бізге 1 теңге болсын төледі ма сол таратқанымыз үшін? Төлеген жоқ. Яғни не істедік біз? Бесплатный маркетолог, яғни бесплатный біз маркетинг жұмыс жасадық та Қытайға. Яғни сол азаматтардың біз бүкіл ссылкасын тараттық. Сіз аласыз 10 мың, біреу алады 40 мың, біреу алады 10 мың, 5 мың, 6 мың да, әр адам өзінің керек затын алып жатыр. Біз оны Қытай азаматының ссылкасы екенін білмейміз ғой. Оказывается, сол ссылканың егесі рахаттанып күніне ақша табады. Дәл сол сияқты ертең де біздің партнерларымыз, Алла қаласа, дәл солай ссылка таратып, тіпті сізге күніне 5-ақ мың теңге түсіп тұрсын. Өмір бақи да 5 мың теңге түсіп тұрсын. Сізге кім береді? Мен айтамын да 2 мың теңге түсіп тұрса да сізге кім береді? Сіз деген оған барып наныңызды, сүтіңізді, бір заттарыңызды әкеле аласыз ғой. Просто так 2 мың теңге сіздің үйіңізде әр жерде жатпайды ғой. Сол сияқты да сол затты түсініңіздер. Сондықтан бұл жерде тіркелген адамдар, егер де вообще адам таба алмай жатсаңыздар да, енді болады да, или кейбір кісілер мысалы маған келеді. Дәсе мен вообще адам шақырмаймын, мен просто орын алғым келеді. Хорошо, тіркей береміз. И ол кісілерді мен мазасын алмаймын. Неге адам шақырмайсың, неге бүйтпейсің деп, адамда осознанность болу керек. Өйткені кейбір адамдарды насильно акционер қылудың қажеті жоқ. Адам өз үшін акционер болсын. Өйткені ол сол күніне табатын ссылка таратып 5 мың, 10 мың, ол даже күніне 500 мың болуы мүмкін ссылка таратқан. Өйткені жаңағы вьетнамецтер ол бір какой-то акционер не емес, олар ссылка таратқан кісілер. Қазір қандай ақша алып отыр да? Сол сияқты бізде де Құдай қаласа ертең бүкіл мемлекетіміз, біз жалғыз СНГ емес, осы лимонымыз жарқырап да 3 жылдың ішінде дейді, тіпті 5 жылдың ішінде дейді да, жан-жаққа тарап бүкіл мировой рынокқа шығып кетті. Қараңыздаршы, өгізде сіздер күніне жоқ дегенде керемет ақша аласыздар да, просто партнерлар. Ал акционерлер енді да, қазіргі таңда акционерлер. Біздер неміз, біз қазір Хуагедегі тіркелген адамдарымыздың обороттарынан, яғни товар обороттан 8% алып жатыр да. 8% тоже аз ақша емес. Тоже аз ақша емес. Біреу тіркейді, глубинадан 1045 глубинадан сіздің лишний емес деген бұл жерде жоқ. Содан сіз рахаттанып өзіңіздің бонусыңызда 8%-ыңызды алып отыра бересіз. Мен жерлер бар да 4% алып отырған. Оның өзі үлкен ақша деп тұрмын. Енді ертең мен енді бұл жерде Хуаге жайында емес, бұл жерде лимонды айтайын. Ертеңгі таңда уже бізде қазір Хуаге лимон неде жұмыс жасап жатыр? Қырғызстанда. Уже басталды, тестирование болып жатыр да әлі. Ана жерін жөндеп жатыр, мына жағын жөндеп жатыр десем болады. И то Қырғызстанның бүкіл қалалары емес, бір-ақ түйір Бишкекте жұмыс жасап жатыр. Бір түйір ғана қала. Бір түйір Бишкек қазір керекті заттарын жаймен алып жатыр. Солар зат алып жатыр, бізге күнделікті күнде түсіп жатыр. Директор 2 жұлдызға, 1 жұлдыздарға да акционерлерге. Былай қарасаңыздар, ол кішкентай ақша болуы мүмкін. Бірақ ол бір түйір Қырғызстанның Бишкек қаласынан түсіп жатқан обороттан болды. Ертең Бишкектің біз сияқты Ақтау, Атырау деген көптеген қалалары бар ғой. Сол қалалардың барлығына қосқан кезде, оларда офлайн, онлайн магазиндер ашылған кезде, вот сол кезде ол керемет оборот болады. Өте керемет оборот. Мен айтамын ғой, мен енді 49% есептемей қояйық деймін да. Просто әр акционерге біреуден алған затынан бір адам 10 зат алса 10 теңге түссін. Бір заттан 1 теңге түссін деймін да. И представляете, вот СНГ-дан бізде күніне 5 миллион штук товар өтті ма? Бізге 5 миллион 1 теңгеден 5 миллион теңге ақша түседі екен да. Ақша тиыннан құралады дегенді мен қазір осы кезде түсініп жүрмін. Мен негізі андай экономный, финансовый жағы менде шамалы нелеу, нашарлау десем болады. Бірақ осы кезде мен осы маркетплейстен системасын зерттей келе мен түсіндім да, олар товар обороттың осындай копейкаларынан, кішкентай ақшадан үлкен оборот жасайды екен да. И мен де айтып жатырмын, каждый акционерге әр алған заттан 1-ақ теңгеден түссе де, бізге 50 штук зат өтті ма, 50 теңге түссін. Мысалы ертең ол 500 штук зат өтті ма, 500 теңге түседі. 500 мың зат өтті ма, 500 мың теңге түседі да. И ол өтеді ғой. Товар көбейеді, адам көбейіп жатыр қазір, Аллаға шүкір да. Ертең уже Россияны да уже Құдай қаласа ашады, шамалы қалды. Сол сияқты жаңағы бүкіл мемлекетте жұмыс жасаған кезде біз бұны тоқтата алмаймыз. Сіздер байқасаңыздар, көптеген адамдар болады жаңағы, ой, мынау мынандай емес, менің көршім айтты лохотрон, андай мындай деген сияқты адамдар болады. Мен сразу айтамын, не істесеңіз, мен сіздің ақшаңызды қайтарып бере салайын деймін.
Өйткені бұл сетевой емес. Сетевойда біз әр партнердің соңында жүрдік. Жаным, көкем, ботам деп. Неге? Өйткені ол жақта олар бізге ай сайын PV берді. Олар ол жақта бізге оборот берген сайын біз тек қана судан ақша таптық та. Оларға біз зависимый болдық. А мына жақта мен айтамын да, бұл жерде әркім өз үшін тіркелсін. Өз үшін. Өйткені бұл жерде әшейін партнер ссылка таратып берден ақшасын тапса, акционерлер дым істемей, просто так рахаттанып дивидендін алып отырады. Бұл үлкен мүмкіндік түсінген адамға. Сондықтан қазір көптеген компанияның лидерлері де звондап жатады маған да, Назин мынаны қарап жүрші, Назин ананы қарап жүрші. Болмаса осы лимонға тіркеліп, басқа жаққа кетіп қалып, өздерінің фокусын жоғалтып, уақыттарын жоғалтып та, мен еш нәрсе дей алмаймын. Мен вообще айтамын да, хоть 1045 компанияда жұмыс жасаңыздар, сіздердің праволарыңыз. Бірақ мен ешқандай сетевойға бармаймын. Мен 16 жыл бойы, былай грубо айтқанда, біреудің ешегі болғам, жаңағыдай пәлен мың халықты жинап, 24/7 презентация сахнада өткізіп та, аламыз, одан кейін алмай қалдық та, бір уақытта талпамен аламыз, содан кейін жоқ та. Көптеген байқасаңыздар, көбісі айтып жатады, маған мынандай сұрақ қояды: неге осы сетевойда көптеген лидерлер машиналарыңызды көрсетіп жатасыздар ғой, автобонус алдық, жаңа екінші машинам деген сияқты сөйтесіздер да, содан кейін сол адам басқа компанияға кетіп қалады дейді да. Мен түсінбеймін, ұялмай ма машинасын алып алып дейді. Енді қараңыздар, мен өзім 5 автокөлік алғам сеттің арқасында, Аллаға шүкір. Бірақ сетевой ешқашан бізге автобонусқа 10 миллион, 15 миллион ақша бермейді. Любой сетевой компания қанша береді? 7 миллион, 6 миллион, 8 миллион да максимум береді. Енді бізге 8 миллион берсе или 7 миллион берсе, біз барып бір сетевикті көрдіңіз ба? Барып кобальт сатып алған көрген жоқсыз. Неге? Өйткені біз халыққа көрсетеміз. Өйткені команда құттықтап келеді, командаға көрсетеміз. Естественно, не істейді лидер барып? 15-20 миллион қымбат машинасын алады. Енді ар жағы ол не? Кредит. Түсінікті ғой да? Ол ойлайды, команда жұмыс жасайды, мен сонымен төлеймін деп. Бірақ өкінішке орай, басында ана вау мотивациямен адамдар жұмыс жасаған кезде төлейді, артынша уже төлей алмай бастайды. Сол кезде не істейді? Адамдар қиналады. Қиналғаннан кейін лидер не істейді? Басқа системный работа іздейді. Яғни басқа сетевойға таяды. Оны көп адамдар түсінбей жатады да негізі. Бірақ на самом деле ол армысы келгеннен бармайды. Оған срочно кредит төлеу керек, ақша табу керек. Ол сондықтан барады. Өйткені ол жерде ол жаңадан бастаған кезде қайтадан талпай келеді да, сол талпадан ол ақша табады. Сөздің шыны. Сол сияқты команда. Бұл жерде маған ұнайтыны, мен ешқандай да сетевойды қарастырмаймын деп айтатын. Неге? Маған өзіме ұнайтыны жоқ дегенде, мысалы, күніне мен қазіргі таңда да алып отырмын, бір емес 2 кабинеттен да, Аллаға шүкір. Мен всегда қуанып та, мақтана да айтам. Мысалы, мен 15 жыл сетевойда жүрсем, мен барып наличка ешқашан автобонусты да сатып көрмеппін да, өзім ойлаған. Бірақ Аллаға шүкір, осы лимонға рахмет айтам, командама үлкен рахмет айтам, сіздерге жұғысты болсын деп айтам. Өйткені осы проекттің арқасында мен осы уақытқа шейін ақша жинай білмейтін едім. Қазір осы Қытай азаматтың көп әңгімесінен кішкентай 10 теңгеден миллиард теңге ақша шығарады да, санаған кезде. Қасында отырып көремін ғой енді. Сол кезде таңғалатынмын, мен қалай есептейді бұл кісі? Құрсын 100 теңге деген үстіне ақша қосады, ертең бізге төлей ала ма мынау деген сияқты неше түрлі ойлар болады ғой. Сол кезде ол кісі 100 теңгенің өзінен дейді да, бір Қазақстаннан 5 миллион штук товар өтсе, былай қарағанда 500 миллион ақша түседі екен да. Енді қарасаңыздар, жаңа Қырғызстан мемлекетінде солай 5 миллион штук өтсе да, ол кісі айына миллиардтап ақша таба алады екен. Енді расчет қой. Қазір сол миллиардтар шүкір миымызға кіргізіп жатырмыз. Сол сияқты мен де солай есептеп, неге мен осы уақытқа шейін біздер ана 10 мың теңге құрсын барып келе салайық, ананы бүйте салайық дейміз ғой. Бірақ мен осы лимон проекті бастағанда менің командамның барлығы біледі деп ойлаймын. Барымша бүкіл қаланы, осы Қазақстанды бастапқы 6 ай мен тек аралап жүрдім. 6 ай бойы қаладан қалаға жүрдім. Үйді көрген жоқпын, сіздерге айтайын. Таңғы 4-те үйге келсем, таңғы 10-да завтраққа, 9-да завтраққа баратынмын ақпарат беруге. Сөйтіп, Аллаға шүкір, үлкен доходтарды алып, үй көрмей жұмыс жасап, осы да күнде осындай ақпараттар беріп, зум өткізіп, соның арқасында қазіргі таңда команданың арқасында 2 квартира осы лимон арқасында сатып алынды. 2 квартира, біреуі комфорт плюс, біреуі бизнес класста. Бұл үлкен мүмкіндік түсінген адамға. Ешқандай кредитсіз да, жаңағыдай мен өзім бірінші рет өйтіп алып тұрғасын, мен үшін ол үлкен мақтаныш, мен үшін үлкен қуаныш деп айтсам болады. Өйткені мен өзім шын айтсам күткен жоқпын ондайды. Каждый раз айтамын ғой, Алла тағала негізі мені осы Вьетнамға негізі мен басқа осы проекттің сетті зерттеудің арқасында, бірақ негізі басқа бір компанияны айтуымен барғанмын да. Барған кезде мен просто соны естуім керек болған. Ешқашан өмірде еш нәрсе просто так болмайды дейміз ғой. Бірақ сөйте тұра біз бірақ Аллаға сенбейміз да, одан бұрын өзіміз шүкіреміз, өзіміз секіреміз деген сияқты ғой, мен білем деп. Ал бірақ кәдімгідей сол прям сол қарқынмен жүргеніме қазір қуанам. Сол Қырғызстанға барып, құлағыммен тыңдап, көзіммен көріп, да, қолымен ұстап кабинеттерін бәрін, соны көзімен көріп келгеніме қуанам. Егер де мен оны көріп келмесем, мен бұны нанын шағып қазір айтып отырмас едім. Қазір мұнда Аллаға шүкір айтам. Қазіргі таңда осы бір квартирамның кілтін алып, ішін ремонттап, мебельдерін кіргізіп, өзімізде сол новый квартирамда отырмын осы кезде. Бірінші зумым осы новый квартирада, сіздерге жұғысты болсын. Жаңағы
кәдімгідей өте керемет. Кейбір адамдарға айтып жатамын ғой, осылай алдым деп, әсіресе туысқандары, я болмаса жаңағы бір подружкаларың болады ғой, сенің сетевойына кірмейтін, сондай бір подружкаларына айтып жатсаң, ой қойшы құрсын, жаңағы басқа бір нәрседен алған шығарсың деген сияқты неше түрлі әңгімелер айтады. Адамдар даже жеңілге сенбейді екен да. И мен қазір қуанамын, что менің құлағым естігені үшін. Мен күндіз түні өзіме рахмет айтамын, бірінші жұмыс. Өйткені егер де мен осыны естімегенде, мен қазіргі таңда директор Ержұлдыз Назем болмас едім. Қазіргі таңда Қазақстанның 10 мыңдай үлкен командам болмас еді. Қазіргі таңда осындай керемет 2 квартирам болмас еді да. Соның барлығы мына естуімізде ғой. Сондықтан команда Құдай үшін естіңіздер. Ана орыстардың әдемі сөзі бар ғой, пожалуйста, не надо меня слушать, просто услышьте дейді ғой. Вот мен сіздерден соны сұраймын, естіңіздер. Өйткені сіз естісеңіз, сіз бұны жақсы көрсеңіз, сіз бұны түсінсеңіз, бұл жұмыс жүреді. Ешқашан наставникке, болмаса командаға, болмаса компанияның президентіне, болмаса жаңа үлкен наставниктер не бітіріп отыр, сол көңіл аударсаңыздар, сіздердің жұмыстарыңыз просто тоқтайды. Мен байқаймын, мен бір сетевойдан шыққанда, білесіздер ме, мен бір затты түсіндім қазір. Сетевойда көп жерде, бізде қай жерде торможение болатын, бізде көбінесе ожиданиемен жұмыс жасайды екен. Қазіргі таңда сетевойдың мықты лидерлерінің өзі әңгімесін тыңдап отырса, мен кейде қараймын ғой, әлі ожиданиеда отыр. Ожиданиеда. Неге ожидание включать етеді? Менің наставнигім маған бүйтпеген. Менің наставнигім менің астыма бірде-бір адам қоймаған. Менің наставнигім өзі өсе алмай отыр, мені қайдан өсіреді? Қараңыздар, команда. Наставниктің аппетиті сіздікіндей емес шығар. Наставник мүмкін вообще болғысы келмейтін шығар, акционер. Мүмкін сіздің шақырған наставнигіңіздің бар қарқыны сол шығар. Қабылдап үйреніңіздер. Кешегіде мен енді өзім жаңа потокпен жұмыс жасайтын адам болғасын, кешегіде бір кісі, тоже бір әйел адаммен сөйлесіп жатырмын да, сол кезде айтады да, почему мне не получается, Назен дейді. Мен 100 адамға айтып жатырмын дейді, қаншама адамға айтып жатырмын, и все мне отказывают дейді да. Сосын мен айтамын, ну не знаю, вы сами верите в эту компанию, значит вы не доверяете этим. Нет, я верю, мне нравится дейді. Мен айтамын, енді қай жерде, давайте деп. Содан бір сөйлесіп, екеуміз сөйлесе отыра осылай тауып алдық да. Жаңағы оказывается ол кісі жаңағы көршісі шақырады, осы Лимонға көрші шақырады, бірақ көршісі сетевик емес та, енді неше түрлі адам шақырады ғой сетке. И оның жаңағы офиске келеді ғой, енді бір лидерлер болады ғой офисте, активный да, и көреді да айтады, блин, мен мынаған босқа тіркелгенмін. Мен мынандай активный адамға тіркелгім керек еді да. Мен осындай мықты адамға тіркелгенімде мен қазір күшті командада отырар едім. Бірақ мен қайдағы жоқ бір көршіге тіркелдім. Соның кесірінен мен отырымды істей алмай. Понимаете? Не істеп тұр, бүкіл жауапкершілікті шақырған адамға итеріп тұр, біріншіден, екіншіден ожидание. Ожидание включать етіп алып отыр. Енді қараңыздар, ожидание бар жерде ешқашан ақша болмайды. Ешқашан ақша болмайды. Ол келсе де қайтадан солай кетіп қалады. Неге? Өйткені ол уақытша. Ожидание. Біз вау дейміз де бір өшіп қаламыз ғой. Ожидание реальность дейді ғой, сол сияқты да. Сондықтан первый очередь өздеріңізге сеніңіздер. Ең бірінші. Мен всегда айтамын да, мен даже осы проектке кірген кезде маған артынан лидерлер сұрайды ғой менен, Назен, сен қалай қорықпадың бастаған кезде, қаншама халықты ертіп келатсың, Назен, сен қалай сендің дейді, какой-то бір Қытайға ертең кетіп қалса деген сияқты. Мен айтамын да, мен сенесіздер ме, мен Қытайға сенген жоқпын. Мен бірінші Алладан сұрадым, Алла маған жол көрсетті. Яғни ол маған жол көрсетсе, значит мен дұрыс жолмен келатырмын да. Екіншіден мен өзіме сендім. Бірінші жұмыс мен тек қана өзіме сендім. Мен астымнан талпа команда келеді. Осындайда жұмыс болады деп сенген жоқпын, қыздар, жігіттер, мен өзіме сендім. Яғни адам өзіне сенген кезде оған кім сенеді? Бүкіл халық сенеді. Мен өзімді сендіру үшін не істедім? Қырғызстанға бардым. Мен өзімді сендіру үшін осы маркетингте 24/7 үйде отырып сыздым. Сызып қана қоймай, Инстаграмға кірдім да, әр Қырғызстаннан Инстаграмда ақпарат беріп жатады ғой, соны тыңдадым. Бір адам мысалы бір жерін айтып жатады, мә күшті екен, мына жерде именно жазып аламын. Бір адам тағы бір жерін айтады, мә күшті екен. Яғни мен өзімнің миыма, санама түсіндірдім, что бұл проект күшті. Түсініп тұрсыздар ғой? Мен сіздерге командаға шығып түсіндіріп жатқан жоқпын. Бірінші жұмыс мен өзіме түсіндіруге тырыстым. Өйткені менің түсінсем, менің санам қабылдаса бұл проектті, ол бұны жақсы көрсе, бүкіл адам өздігімен келе береді, да, естеріңізде болсын. Когда сіздер өздеріңіз сенбейсіздер, когда сіздер наставниктеріңізді ұнатпайсыздар, когда сіздер астыңыздағы адам сізден өсіп бара жатса, көбісі күйрейді да сондай кезде. Ана өсіп кетті, мен әлі жүрмін деген сияқты. Я өсіп едім, мен сені вообще қабылдаймын деп айтады көбісі тыңдасан. А на самом деле олай емес та, энергия олай жұмыс жасамайды. Ішкі ниет. В первую очередь ішкі ниет дұрыс болсын. Алла тағала сізге беремін десе бір күнде береді фактикадан. Адамды да басқанда. Менде мысалы бір лидерлер бар, просто екі аяғына бір адамнан қойды, сол бір түйірі адамдардың сол екі аяғында адам жұмыс жасап кетіп, қазір өзі акционер. Мысалы да, сіздер білмейсіздер. Яғни оның потогы уже энергетический дұрыс жұмыс жасап тұр деген сөз ғой, сіздерге айтқым келіп тұрған. Түсіндіңіздер ме? Сосын біздер қимаймыз. Анау дұрыс жұмыс жасамайды, ол не үшін отыр, мен наставник, мынау мынандай жоқ. Вообще энергияларыңызды олай жоғалтпаңыздар. Адамның ең қымбат нәрсесі ол энергия, естеріңізде болсын.
Біздің ең қымбат нәрсеміз ол біздің осы энергиямыз. Энергияларыңыз болмаса, сіздер просто жүрген өліксіздер ғой. Көп адамдарды қарайсыздар ма, сау? Көп адамдарды қарасаңыздар, мындай жүреді, таңертеңнен кешке дейін жұмысқа барып келсе болды, үйіне келеді. Мысалы, ер азаматтардың ешқандай интересі жоқ та әйеліне, әйелдердің ешқандай, өйткені сотовыйға кіріп кеткен, балдары жаңағыдай басқаша жүреді да. Неге? Өйткені бізде энергия жоқ та адамдарда. Энергия болмаған кезде адамда бір-біріне деген байланыс болмайды. Көп байқайсыздар ма үйде, мысалы да, өздеріңіз үйлеріңізде соны байқап жүріңіздер. Сол үшін бірінші жұмыс өздеріңіздің энергияларын шығару керек. Адамның энергиясы болған жерде всегда ақша келеді. Оны іздеудің қажеті жоқ, ақша өзі келеді. Яғни ол каким-то образом келеді, мен түсіндіре алмаймын қалай келеді. Неге? Өйткені сізде бірінші жұмыс жүрек таза, ниет түзу, екіншіден сіз Аллаға тапсырыңыз, үшіншіден сізде не бар? Сенім. Яғни бұл жерде первый очередь жаңағы сенім. Мен бұл компанияға сенемін, мен бұны жақсы көремін, бұл компаниямен бірге жүремін, ертеңгі алдағы уақытта затын аламыз, қолданамыз, ссылка таратамыз да. Мен өзімнің санама, мен сіздерге түсіндіруге тырыспаймын, мен өзімнің санама түсіндіру. Яғни кейбір кезде болып жатады, мысалы, бір жерлерге барған кезде маған негатив айтпайды емес, көп сөйлейді, маған айтпайды деп айтады, еще как айтады, негатив айтады да, мысалы, бір адамдар. Ойбай, Лиман деген сондай, мен бүйттім да сөйттім, жаман екен, андай екен, мынандай екен дейді. Деймін, жақсы деймін. И мен ол кісіге жоқ, олай емес, анам доказать етпеймін. Вообще доказывать етпеймін. Естеріңізде болсын. Мен всегда айтамын, иә, жақсы, енді бұл сіздің ойыңыз ғой деймін. Сіздің ойыңыз. Менің ойым ондай емес деймін. Не үшін өйтіп айтамын білесіздер ма? Егер де көбінесе байқайсыздар ма, негатив айтатын адамдардың қасында жүргеннен кейін сіздерде поток тоқтап қалады. Не үшін? Потому что сіздер оның ойына кіріп кетесіздер да. Мен оны не үшін айтамын? Мен ол кісіге өзімнің санама бірінші жұмыс түсіндіремін. Сенің ойың, иә, Лимон жаман деп жатсың, иә, ол сенің ойың. Мен әдейі айтамын, бұл сіздің ойыңыз, иә. Бірақ менің ойым ондай емес деп, мен өзімнің санама түсіндіремін. Чтобы менің ішкі санам, ойым, менің энергиям керек емес адамға кетпесе екен дейді. Түсініп тұрсыздар ғой да? Егер де онымен қосылып, сондай ма не? Сөйтіп айтты ма деп эмоциямен, біздер когда бір әңгіме айтамыз ғой, негатив, әсіресе негатив айтамыз ғой, эмоциямен айтамыз да, көбінесе. Сол ең үлкен қате. Қуанышты жаңалықты біз эмоциямен айтпаймыз, байқайсыздар ма? Наоборот, қуанышты затты эмоциямен айтуымыз керек та. Біз наоборот айтамыз. Сондықтан сондай кезде де эмоция, қай кезде? Эмоция бар жерде энергия көтеріледі да. Энергия көтерілген кезде жаңағы негатив айтып жатқандарын, сол негатив көбінесе орындалады. Егер де эмоция бар жерде сіздер позитивпен, ақша жайлы, акционерство жайлы айтсаңыздар, ол уже сол жаймен келеді да. Байқайсыздар ма, неге сетевой компанияларда, көптеген сетевой компанияларда адамдар конференцияға барады да. Мысалы, Арифлейм, Фабелик конференцияларға барады, үлкен масштабный. Сол жақтан шығады, бір адам тіркей алмаған адам сол конференциядан шығады да, сол күні жұмыс жасап кетеді, 3-4 күн тоқтамай адам тіркейді. Ол сіздерде де болып жатыр да. Байқайсыздар ма? Неге? Өйткені адам ол жерде эмоция алып шықты да. Сеніммен эмоция алып шықты деп, ол көрінген адамға айтқан кезде де деген эмоциямен айтады. И оны тыңдаған адам, естественно, оған келіседі. Иә, тіркеле қояды. Ол даже одан маркетинг деп сұрамайды. Содан кейін 3-4 күннен кейін ол уже все, мотивация өшеді, эмоция өшеді. Неге? Өйткені оның арасында отказдар келеді, оның арасында негативтер келеді, оның арасында неше түрлі слухтар келеді, оңбаған жаман компания деген сияқты. Соның барлығын адам тыңдайды да, таңдауды өзі жасайды негізі адам. Бірақ таңдауды көбінесе бізде негативке жасайды. Потому что бізге негатив более жақын, ыңғайлы, бізге ол более просторно да. Мен жұмыс жасай алмадым, өйткені ол компания жаман деген бізге өте ыңғайлы. Чем мен 24/7 жүгіріп, да, нет, следующий деп жүргеннен көрі, бізге лучше жауапкершілікті компанияға, наставник болмаған, онша емес көмектеспеді, или болмаса тағы бір нәрсеге затым келмеді, андай-мындай. Яғни сылтау. Мысалы, маған вообще керек емес. Маркетинг хуагеде кім қанша төлейді, маған вообще қызық болған жоқ, сіздерге айтайын. Маған, мен даже оны табарым да бар емес па? Келді, қалай келді, сол пакетімді түріп айтсам болады. Мен даже оны қарап ашқан да жоқпын. Маған ол қызық болған жоқ. Менің қызық ол, менің мақсатым чисто акционерство болды. Егер мен акционер болсам, егер де мен айына 10 миллиондап, 20 миллиондап, 50 миллиондап ақша табатын болсам, маған не керек табар? Мен ақшам болса қалтамда, мен любой компанияның, любой брендтің бар товарын сатып аламын. Таңдау сіздерде да. Сіз ақша тауып, любой ұнатқан затын сатып аласыз ба? Или бір компанияны зависимый болып, соның жаңағы айтам ғой, мен бір сөзім бар, всегда айтам, любой сетевой компания всегда любой говноны өткізе алады. Ренжімеңіздер. Потому что ол сетевой, да. Сол сияқты соны ала берген жақсы ма? Или просто жан-жақтан өзіңіз істеп, акционерствоны жасап тастап, өзіңіздің дивидендіңізді алып, и сол ақшаға рахаттанып, ұнатқан затыңызды алған жақсы ма, да? Вот сол таңдау опять же өздеріңізде. Сондықтан құрметті команда, уақыттарыңызды кетірмеңіздер, жоғалтпаңыздар. Мен сіздерге айтайын, бұл компания 31 декабрь 2027 жыл деп берілген, бірақ 2027-ге дейін барады деп мен уәде бермеймін. Мен өз басым осы маркетингті бастаған кезде почему-то мен өзім санап, өзім қараған кезде, енді примерно маркетплейстің системасымен да, мен өзімде айтқам, 2026, наверное, аяғында біздің Қазақстан тоқтайды шығар деп. Мен әлі сол өзімнің ойымда тұрмын, өзгерткен жоқпын. Өйткені шынымен Аллаға шүкір, бізде команда көбейіп жатырмыз қазір. Алдағы уақытта 2026-да тоқтап қалса, сол кезде өкініш болмасын.
жаңағы мен вьетнамский барып айттым ғой, подпишите меня деп. Сіздерге айтайын ба, егер даже ол кісі $10,000 десе, мен кредит алсам да сол жерде тіркелгім келген негізі. Бірақ ол кісі соны түсіндіргеннен кейін менде сол жерде мынандай бір үлкен толчок болды да, мә, адам тіркей алмайды, представляешь, мен үлкен командам келеді, мен сөйтемін деп, мен лидермін деп ол кісіге айтып тұрмын, и ол кісі мені отшивать етіп жатыр да. Лидерлерге ең қиын нәрсе сол ғой негізі, отшивать етіп жатыр. А бізде корона кигізеді ғой, а бізде бұл жақта мені отшивать етіп жатыр да. Яғни маған ұнаған нәрсе сол болды, что ертеңгі уақытта 2026-та тоқтап қалған кезде, да, вообще адам тіркеу тоқтап қалады ғой, сол кезде маған кім, даже мен адам да іздемеймін, керек емес, даже зумды өткізбеймін да, уже ол керек емес, түсініп тұрсыздар ма? Мен просто независимый акционермін, болды. И вот менің таңдауым сол. А сіздер не таңдайсыздар, ол сіздердің таңдауларыңыз. Сондықтан бұл жерде әркімнің сөзін тыңдап, әркімнің әңгімесін тыңдап, уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Қазіргі таңда мен күнде айтамын, өзіме рахмет. Егер де мен өзімен бірге кетіп қалған лидерлерді тыңдаған кезімде да, болмаса қазіргі таңда көптеген сетевойда істеп жүрген мықты лидерлер, мен жаман лидер демеймін, мықты лидерлер, сол мықты лидерлердің әңгімесін тыңдаған кезімде, мен қазір 2 квартиралы, керемет, келіншек болып отырмас едім, акционер да. Сондықтан бұл мүмкіндік. Алла береді, қабылдау, қабылдамау, алу, алмау, ол біздің құзырымыздағы нәрсе. Оны біреуден көріп жауапкершілік. Мен өзім қанша сабақ өткізгенде, мен ешқашан, мысалы, даже қазір команда өзі жеке сұрап жатады ғой, Рахат ханымнан. Мысалы, мен өзім бастағанда акционер болам дегенше де, ол директор бір жұлдыз болғанға шейін, даже бір түйірі Қырғызстанда менің үстімде 300-ден артық адам бар, даже 1000-нан артық адам бар, 600-ден артық адам бар, 600-ден артық. Сол адамдардың біреуінен маған ақпарат беріңіз менің командама. Болмаса Қазақстанға келіп неге сабақ өткізбейсіздер деп, мысалы, келгенде жоқ та. Өйткені біз шақырып жатқанда жоқпыз. Мен ойлаймын, неге? Бұл компания мен өзім үшін керек. Мен біреу үшін деп жұмыс жасаған кезде энергетика ол бөлінеді. Яғни оған да маған да бөлініп кетеді да. Мен өзім үшін деп жұмыс жасадым да бұл жерде. Менің таңдауым, мен өзім үшін жұмыс жасаймын. Мен акционер болуым керек. Хоть каким, хоть 6 айда болайын, хоть 1 жылда болайын. Бірақ мен акционер болуым керек. Басты мақсат орындалу керек та. Сондай мақсатпен келдім, Аллаға шүкір. Сол мақсатым айқын болғасын шығар, әйтеуір Алла тағала бірден берді. Сондықтан сіздердің де мақсаттарыңыз айқын болсын. Алдағы уақытта бүкіл Қырғызстан, Россия, Өзбекстанда, қазір Өзбекстанда да уже қосылып жатыр ғой қаншама халықтар. Сол халықтардың СНГ мемлекетінің арасында қаншама акционерлер сахнаға шыққанда, Қазақстанның жалауы көп болса деген ниет менде. Көптеген акционерлер Қазақстаннан шықса екен деген ниет. Әр әңгімеге ермей осы проектті істеп алыңыздар. Мен айтамын да, акционер болып алыңыз. Акционер болғаныз, прям басқа сетевойды істегіңіз келіп баратса, енді оны да қарарсыз деймін да, бірақ бізде ертең заңдар өзгеруі мүмкін да. Лимонда договорға құрады ғой, сол кезде заңдар өзгеруі мүмкін. Сондықтан енді 1045 компанияда істесеңіздер, өздеріңіз білесіздер, бірақ сіздер мына дивиденд деген нәрсені еш жерде, ешқашан пока алмайсыздар. Ол 100% айтайын, 100% еш жерде алмайсыздар. Мүмкін 2027-де или 2026-да біреулер ашу мүмкін. Осындай проектті маркетингін ұрлап та ашып жатыр ғой уже бізде Қазақстанда да. Бірақ сіздерге айтайын, опять же уже проблема басталып жатыр да, ақша төленбей жатыр деген сияқты. Сол сияқты мен ондай жерде жұмыс жасағым келмейді. Мен мақсатым осы лимонмен алдағы уақытта жалғыз СНГ мемлекетіміз, Аллаға шүкір, командам СНГ-ны қамтып жатыр ғой жан-жақтан. Мировой рынокқа, осы үлкен командамен, акционерлермен мировой рынокқа шығып, алдындағыдай переводчик жалдап, неге біздер осы лимонды Вьетнамға, Таиландқа, Европаға кіргізбеске? Лайым соған жеткізсін. Бұл басы кішкентайдан басталады, бірақ өседі. Өздеріңіз білетін, мысалы, Гринефть деген компания бар ғой, көбісі айтып жатыр да, Қазақстанда 3 жыл, 2 жыл деп көбісі айтып жатыр. Негізі олай емес. Бұл компания почти уже 5 жылдан асқан Қазақстанда болғанына, бірақ осы қарқынды жұмыс жасап жатқанына 2 жыл болды. Қазақстан мемлекетінде де кәдімгі үлкен статустар ашылып, жүгіріп товары көбейіп. Қай кезде басталды, сіздерге айтайын, қай кезде олар офлайн магазин ашты, қай кезде олардың товары 15 штуктан артық көбейді. Ондай үлкен товар көп емес. Оларда 5000 деп айтқандай жоқ. Магазинге барсаңыз, бір енді жаңағыдай бір көп болса, бір 50 түрлі товар бар шығар да, мысалы. Бірақ оларда бастапқы 3 жыл бойы наработать етті ол компания. Түсінесіздер ме? 3 жыл уақыттары наработкаға кетті. Қазіргі таңда офлайн магазиндер ашылғаннан кейін олар күркіреп жатыр да. Бірақ опять же олар зависимый, PV, CV, статус, личникке зависимый да. Бізде ондай да жоқ. Ертең алдағы уақытта бізде офлайн дәл сондай магазиндер ашылады ғой. Вот сол кезде көреді. Дәл сондай магазиндер ашылған кезде бізде уже талпаның талпасы келе бастайды. Бірақ ол уже артынша тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан асығыңыздар, орындарыңызды жоғалтпаңыздар. Бұл жақсы керемет мүмкіндік, соны пайдаланыңыздар. Давайте уақыт кетірмейік, сұрақ қояйық. Сұрақ қоюға бола ма? Қойыңыз. Склад, лимонның склады қай жерде қашан ашылған деп жатыр? Давайте өстейік да. Осы сұрақ көп келеді. Склад ол міндетті түрде ашылады. Міндетті түрде ашылады. Неге? Өйткені складсыз маркетплейс болмайды, ол біріншіден да. Енді ең бірінші Қырғызстан қазіргі таңда өзінің бүкіл қалаларын қамтып дамытып алсыншы. Бізге қазір соны күту керек. Ертең Қырғызстан мемлекетінің бүкіл қалалары жұмыс жасаған кезде,
Қазір не дауыс шығып отыр. Бүкіл қалалар жұмыс жасаған кезде, сол кезде уже біздің Қазақстан ашылады. Қай кезде Қазақстанда лимон ашылды дейді, сол жерде сразу бірінші жұмыс склад дайындайды. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Ну, скорее всего, как всегда, ол Алматы болады, мүмкін Астана болуы мүмкін, да, екінші склад, Ақтөбе қаласы болуы мүмкін, да, енді мен отырғас. Сол сияқты, сондай Шымкент қаласы болуы мүмкін. Сондай Қазақстаннан негізі 4 склад ашылады деген планда бар. Но енді ол бірінші Қырғызстанды реттеп кетті. Сұрақ қойсам бола ма? Иә, әрине қоя беріңіз. Аха. Сіз жаңа айтыңыз ғой, маркетплейс ашылғасын ссылкалар таратылады деп. Сол ссылка бізге айтып жатыр ғой, бір ай немесе 2 айға беріледі деп. Бірақ сіз жаңа айтып жатсыз ғой, сіз бесконечно сол ссылкалардан ала бересіз деп. Енді қараңыздар. Енді мен мына жақта партнерлар болған соң сіздерге толық маркетинг айтып жатқан жоқпын да. Қараңыз, сізге ол былай ссылка деген. Мысалы, сіз өзіңіздің ссылкаңызды келдіңізде 50 адамға тараттыңыз. Дұрыс қой? 50 адамға тараттыңыз, болды. Сіздің 100 күніңіз или жаңа 30 күніңіз бітіп қалды. Ары қарай сіз уже тарата алмайсыз. Партнер мен тарата алмаймын, сіз де тарата алмайсыз. Яғни бірақ жаңағы 50 адам, олар вечно тарата береді. Ол келеді де 500 адамға таратады. 500 адам келеді де 5000 адамға таратады. Олар тарата береді. Біз ғана уақытша таратамыз. Түсініп тұрсыз ғой, да? Мысалы, Тему Пендуода келді, не істеді олар? Келді, ссылканы Instagram, TikTok жан-жаққа қойып қойды. Оларға да бір уақыт берді ғой. Бір уақыттың ішінде біз Қазақстан, Өзбекстан, Россия, бүкіл мемлекет ана ссылканы аштық та, товар арзан деп бәріміз алдық та, ары қарай бізге біреу тараттық деп айтқан жоқ. Бізге бір теңге төлеп жатыр ма? Төлеп жатқан жоқ. Не үшін тараттық? Тему Пендуодан білесіздер ма? Ол жерде мынандай 4-5 зат алсаңыз, затты бөліп шығарады да, мысалы, постельный белье или там чайникті бөліп шығарады дейді. Если вы хотите получить этот чайник бесплатно, раздайте своим 6 друзьям. Естеріңізде ма? Темудың зат алып жүрген адамдар біледі Пендуодан. Не істейміз біз? Ойбай, жеңгеме звондаймыз. Ананы аша салшы, мен саған Тему жіберіп беремін. Апама звондаймын, сестренкіме звондаймын, подружкіме звондаймын да. Лишь бы ана ссылканы ашса екен, мен ана бір жүйрі затымды тегін алып алсам екен деген. Түсініп тұрсыздар ғой, да? Бізде де дәл солай болады. Уайымдамаңыздар, сіздер ссылкаларды өздері үшін таратады адамдар. Назин, тағы бір сұрақ. Маған былай түсіндірді, что соны ссылканы жібергенде 3 поколение ғана жіберуге болады. Мысалы, мен біреуге, допустим, мен біреуге жібердім, ол тағы біреуге, одан кейін дальше уже все. Жоқ, 3 поколениеға дейін сіз процент аласыз. Қараңыздар, опять же, сіздерге дұрыс түсіндірген, просто сіздің қабылдауыңыз. 3% дейін, яғни бірінші уровеньнен сіз 3% аласыз, екінші уровеньнен 2% аласыз, үшінші уровеньнен 1% аласыз. Ары қарай 4-ші, 5-ші, 6-ші уровеньге адамдар түседі ғой, сіз олардан еш нәрсе алмайсыз уже. Ол компанияны. Түсіндіңіз ғой, да? 3 уровеньнен біз почти сонда бәрін қосқанда 6% алып отырамыз. 6% ол аз ақша емес тоже. Әр адам өзінің керегін алып жатады. Сізге просто так 200 теңге, 500 теңге, 100 теңге түсіп жатады. Назин, получается, бір айдың ішінде, мен мысалы 3 поколение бәрі бір айдың ішінде алып үлгеру керек па сол ссылканы, или мысалы, допустим, 50 адамға бір айдың ішінде үлгердім, а олар где-то 2 ай, жарты жыл, 1 жылдан кейін таратып жатса, жүре бере ма бізге? Иә, сіз 3 поколениеға шейін ақшаңызды аласыз. Соны түсініңіздер. Мысалы, сіз 50 адамға үлгердіңіз, болды, да? Ол сіздің бірінші поколенияңыз. Сіз ғой таратқан. Значит, сол 50 адам сіздің бірінші уровеніңіз болып саналады. Енді ол 50 адам тоже жаңа Тему ұқсап күшті екен, жақсы екен деді, ары қарай таратты. 500 адамға. Ол сіздің екінші уровеніңіз. Дұрыс па? Ол 500 адам келді, тағы таратты 5000 адамға. Ол сіздің үшінші уровеніңіз. Енді 5000 адам келеді, 5 миллион адамға таратады, ол сіздің төртінші уровеніңіз, бірақ сіз олардан аламайсыз. Процент. 1, 2, 3 уровеньнен ғана аласыз. Бір сұрақ сұрауға бола ма? Сұраңыз. $196 тіркелген мен $504 тіркелгеннің қандай farқы бар? Осы процент алуда. $196 тіркелген кісілер, олар тек қана бірінші уровеньнен алады. 504-ге тіркелген кісілер, олар 2 уровеньнен алады. Бірақ қазір бізде акция ғой, соған байланысты 196-ға тіркелгендер 2 уровеньнен алады, 504-ге тіркелгендер 3 уровеньнен өзіндік процентін алып отырады. Ссылка таратудан. Жақсы, рахмет. Сосын Назин, мынандай сұрақ бола ма? Мен бір нені тыңдап отырдым, менде көп болды сомнение, көп жүрдім сомнениемен. Сосын сол сомнение, да, и сөйтіп тыңдай бастадым, кеше ма қашан бір күшті түсіндіріп жатыр екен, да, бір презентация жасап жатыр, Россиянікі білем, ол айтып қояды, Киргизияда емес, Россияда бірінші ашылды деп. Сразу менде не болып кетті, да, қалай Россияда, первопроходцы вроде бы Киргизия емес. Я сонда дұрыс емес информация айта беремін, кейбіреулері. Жоқ, енді әр адам, мысалы қараңыздар да, Қазақстанда көбісі айтады да, вот первый открыватель Назин деп айтады. Былай қарасаңыз, маған дейін 300-ден артық адам бар да тіркелген. Маған дейін қырғыздарға тіркелген. Олар да айтады, я тоже первый открыватель дейді да. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде әр адам
жаңағыдай результатқа, просто мен результатпен болғасын, мені солай танып кетті да. А былай қарасаңыздар, ол 300-ден артық адам на самом деле менен бұрын тіркелген кісілер ғой. Менен бұрын тіркелген кісілер. Просто ол кісілер бұған сет ретінде қарайды, бұның мағынасын түсінбеген да. Солай қайттан басқа барып сетевойға кетіп қалған. Егер де олар бұның мағынасын түсінгенде, олар қазіргі таңда Қазақстанда дүрліп тұрып керемет жұмыс жүргізетін адамдардың бірі болады. И мен өзім сіздерге айтайын, сол 300 адам ішінде қаншама адамы менің жекеме шығып, кейбір адамдар қайтадан тіркеліп жұмыс бастап жатқандар өте көп. Түсінбедік деді. Қырғызстанда ашылу салтанаты болды. Хуагенің ол кісілерде үлкен кәдімгі видеолары бар. Қырғыздардың инстаграмын қарасаңыздар, 4-5 адамға үлкен халыққа сабақ өткізген, президент келген, Байшей заводының генеральный директоры келген, барлығы ол кезде 504-ке тіркелгендердің барлығына сол күні керемет мероприятие болып, сотовый телефондар таратқан. И кәдімгідей сенесіздер ма, очередь, прям сыртқа дейін очередь болған тіркелу үшін. И Қырғызстанда халық адам саны солай көп жиналған. Яғни Қытай азаматтарын көздерімен көргеннен кейін ол кісілерде сенім пайда болды да, содан кейін сол жұмыс басталып кеткен. Ең бірінші алғашқы акционер Қырғызстан мемлекетінен шығып отқан олар хаттар. Россиядан акционерлер вообще жоқ. Россияның өзінен вообще жоқ десем болады. Осы Берликте шықты, Россияның основной Чечня көтерген. А так Россияның өзінен менің өзім акционер болғанда акционер болмаған.